Адамды құртатын екі нәрсе. Адам өмірінде бәрі бірден бұзылмайды. Ешкім бір күнде құламайды, ешкім бір сәтте әлсіз болып қалмайды. Барлығы кішкентай нәрселерден басталады, байқалмайтын, бірақ өте қауіпті екі нәрседен. Көп адам байлықты, бақытты, жетістікті іздейді. Бірақ соларға жетпей жатып, өз өмірін өзі құртып жатқанын аңғармайды. Бұл адамның ішіндегі екі жау. Ешкім айтпайтын, бірақ бәріне таныс ақиқат. Бірінші нәрсе — жалқаулық. Жалқаулық адамның ең үлкен дұшпаны. Ол сырттан келмейді, ол сенің ішіңде. Алғашында ол байқалмайды. Ертең бастаймын, қазір демалайын, әлі уақыт бар деген ойлардан басталады. Бірақ дәл осы сөздер сенің өміріңді артқа тартып тұрады. Жалқаулық адамды бірден құлатпайды. Ол баяу, бірақ сенімді түрде құртады. Сен бір істі кейінге қалдырдың, сосын тағы біреуін, сөйтіп уақыт өте береді. Бір күні айналаңа қарасаң, ештеңе өзгермеген. Ал уақыт өтіп кеткен. Жалқаулықтың ең қауіпті жағы ол жайлы. Саған ештеңе істемеуді ұнатады. Сені алдайды. Бәрі жақсы болады деп. Бірақ шындық басқа. Еш әрекет болмаса, нәтиже болмайды. Екінші нәрсе — қорқыныш. Қорқыныш екінші үлкен жау. Ол сенің мүмкіндігіңді жояды. Көп адам армандайды, бірақ әрекет етпейді. Неге? Себебі қорқады. Сәтсіздіктен қорқады, басқалардың пікірінен қорқады, қателесуден қорқады. Сол қорқыныш оларды тоқтатады. Қорқыныш сенің алдыңда қабырға сияқты тұрады. Бірақ шын мәнінде ол тек сенің ойыңда ғана. Егер сен қорқынышты жеңбесең, ол сені жеңеді. Бұл екі нәрсе қалай құртады? Жалқаулық сені әрекетсіз қалдырады. Қорқыныш сені бастауға жібермейді. Бірі істеме дейді. Екіншісі қорық дейді. Солайша сенің өмірің тоқтап қалады. Сен армандайсың, бірақ әрекет жоқ. Сен ойлайсың, бірақ қадам жоқ. Ал уақыт өтіп жатыр, шындық осында. Адамды ешкім сырттан келіп құртып жатқан жоқ. Көп жағдайда адам өзін өзі құртады. Жалқаулық пен қорқыныш көзге көрінбейтін жау. Бірақ олардың әсері өте күшті. Олар сенің уақытыңды алады. Олар сенің мүмкіндігіңді жояды. Олар сенің болашағыңды тежейді. Не істеу керек? Бірінші әрекет бастау. Кішкентай болса да қадам жаса. Екінші — қорқынышқа қарамау. Қорықсаң да істей бер. Үшінші — тәртіп. Күн сайын аз болса да алға жылжу. Қорытынды. Есіңде болсын. Адамды құрту үшін көп нәрсе керек емес. Тек екі нәрсе жеткілікті. Жалқаулық, қорқыныш. Ал сені құтқаратында екі нәрсе. Әрекет, батылдық. Өзіңе сұрақ қой. Сені тоқтатып тұрған не? Жалқаулық па, әлде қорқыныш па? Жауап тапсаң, өмірің өзгереді. Лайк бас. Каналға жазыл. Пікір қалдыр.